бала тисеймін. Сағадат саған балабақшаға тепсе әкелуге болмайды ғой. Сепсе адам ағзасына зиян, өте қатты зиян. Ал мен бүгін балабақшаға құрт әкелдім. Әжем маған құрт берді. Білесіңдер ме, балалар, құрттың адам ағзасына пайдасы өте зор. Құрттың зат алмасудың бауырдың қызметін жақсартатын холин және метионин деген заттар бар. Құртты көктем жаз айларында жеген өте пайдалы. Апай, Сағадат бүгін балабақшаға чипси әкелді. Балалар, бұны өте дұрыс айтады, иә? Чипсидің адам ағзасына зияны өте көп екен, иә? Бұның құрамында көмірсулар және химиялық қоспалар өте көп екен, иә? Ендеше осы чипсиіміздің, балалар, құрамында қандай зиянды заттар бар екенін микроскоп арқылы зерттеп, тәжірибе жасап көрейік. Ендеше орындыққа отырамыз. Микроскоп арқылы құрамында қандай зиянды заттар бар екенін микроскоп арқылы зерттеп көрейік. Кәнеке бейбінір көре қошқаны, құрамында қандай зиянды заттар бар екенін көрейік. Көрдім. Кәнеке керек көре ғой. Көре ғой. Кәнеке Азия сен көре ғой. Сағат жақындап көре ғой, кәнеке. Құрамында сен күнделікті жеп жүрген чипсидің құрамында қандай зиянды заттар бар екен? Көріңдер ғой, иә, балалар? Ал енді осы зиянды чипсиімізбен құрт екеуін бірге сіріңкемен жағып көрейік. Кәнеке, қайсысы бұрын бірінші жанар екен көрейік, кәнеке, балалар? Мінеке, мынау чипсиіміз, күнделікті дүкеннен сатып алып жүрген чипсиіміздің. Мінеке, көрдіңдер ме, балалар? Қандай құрамында майлылығы өте көп, сондықтан бұл тез жанып кетіп жатыр, иә? Көрдіңдер ме? Мінеке. Ал енді денсаулыққа, Азияның айтуы бойынша денсаулыққа өте пайдалы ұлттық тағамдарымыздың бірі құрт. Бұны жағып көрейік, мінеке, жана ма екен көрейік? Құрт жанды ма, балалар? Жоқ. Құрт жанбайды екен, иә? Мінеке, балалар, чипсиді енді көп пайдалануға, көп тұтынуға болмайды екен. Мінеке, құрамында өте зиянды заттар көп екен, иә? Ал енді, балалар, күнделікті дүкенге барған кезінде, ата-аналарымызбен дүкенге барған кезде чипсиде емес, қай тағамды таңдаймыз? Ірімшік, құрт. Қазақтың ұлттық тағамдары денсаулыққа пайдалы тағамдарды алып жейміз. Мінеке, көрдіңдер ме, балалар? Чипсиіміз сіріңкемен жаққан кезінде қап-қара болып жанып кетті, иә? Сондықтан да күнделікті өзіміздің ұлттық тағамдардың бірі құртты пайдаланатын боламыз, иә? Ал мінеке, мен сендерге құрт әкелдім.